Эфир продолжит моя коллега Аида Боранбай. Аида, қайырлы кеш. Кеш жарық Полина, кеш жарық құрметті көрермендер, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Доллардың құбылуынан елде дәрі қымбаттап жатыр, қанша пайызға? Не деген масқара мынау? Қандай дәрілер мүлдем жоқ, тапшылық немен байланысты? Расымен қазір аспирин, парацетамол дәрілері тапшы. Елімізде бала 1 жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақыны төлеу уақыты ұзарады. Сонымен қанша ай қосылатын болды? Талқыланып жатқан бұл ұсынысқа кімдер қарсы шығуы мүмкін? Ақпарат министрлігі енді мессенджерлер мен сайттарды бұғаттай алады. Бұл қандай шектеулерге әкелуі мүмкін? Қылмыстық іс жүргізу барысында бүкіл ақпараттарға алып қол жеткізуге болады. Шетелдік платформалардағы сіз бен біз туралы деректерді енді министрлік өздігінен ала ала ма? Алматыда жол ережесін бұзатын самокат пен мопед жүргізушілері көбейді. Олар қандай ережені жиі бұзады? Енді жазалау шаралары күшейе ме? Елімізде дәрі-дәрмек бағасы күннен күнге шарықтап, жұрттың қалтасын қағып жатыр. Оның үстіне халық көптеп алатын валидол, карвалол, аспаркам сияқты кейбір препараттар сатылмайтын болған. Қазақстан фармацевтикалық нарығына қатысушылардың мәліметінше бұған Украина мен Ресейдегі геосаяси жағдай тікелей байланысты. Яғни, екі ел арасындағы жағдай ушыққалы бері ірі фармацевтикалық зауыттар өз қызметін тоқтатып, тиісінше Украинадан дәрі тасымалы тоқтаған. Ал дәрілік препараттардың қымбаттауына не себеп, баға тұрақтала ма? Аймақтағы әріптестерін біліп көрген еді. Алматы қаласының дәріханаларында Украина мен Ресейден жеткізілетін дәрі тапшы. Мамандар валидол, аспаркам, карвалол сияқты препараттардың орнын елде жеткілікті аналогтармен алмастыруға кеңес береді. Фармацевтердің айтуынша, бір айдан бері сатылымда жоқ дәрілерді іздеп келетіндердің қарасы қалың. Валидол мен карвалол жеткізілмей жатыр. Біз тұрған дәріхананың өзіне бір күнде ондаған адам осы дәрілерді сұрап келеді. Валидолдың орнына рецептсіз сатылатын препараттар ғана бар. Соларды ұсынамыз. Фармацевтикалық өнімдерді жеткізушілер қауымдастығының өкілдері Украина мен Ресейден жеткізілетін дәрі-дәрмектердің тапшылығын әлемдегі геосаяси жағдайдың ушығуымен байланыстырып отыр. Қауымдастық президентінің айтуынша, қазір денсаулық сақтау министрлігі қауымдастықтармен бірлесіп, өмірлік маңызы бар препараттарды қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізіп жатыр екен. Соңғы бір айда Атырау облысында да препараттың құны 2,1%-ға өскен. Қазір тіпті аспандаған тауар қарашаның қалтасын қаққанымен қоймай, өңірде кейбір таблеткаларды табу мыңға айналған. Экологиясы ақсап тұрған мұнайлы өңірдің тұрғындары бас ауруы, қан қысымы, онкологиялық және өзге аурулармен жиі бетпе-бет келеді. Осындайда дәрі құнының қымбаттауы қарашаға жығылған үстіне жұдырық болды дейді атыраулықтар. Бәрі қымбат. Мысалы, өзім зейнеткермін, өзім жақында операциядан шықтым. Соның өзіне перевязка жасату үшін деген, мысалы, пластырлар қарапайым, баяғы стерилинный бинттердің барлығы дейтін қымбат қонау. Қазір аптекаларда вообще баға дейтін тексерілмейді. Себебі көптеген аптекада бағаны тіпті қолдан жасап отыр аптека иелері. Не деген масқара мынау? В настоящее время в Атырау наблюдается дефицит некоторых лекарственных препаратов, например, аспирин, парацетамол. Расымен қазір аспирин, парацетамол дәрілері тапшы. Меніңше бұл көрші елдегі жағдаймен байланысты болып тұр. Өйткені бізге көп препараттар Ресей мен Астраханнан жеткізіледі. Сондықтан дефицит болып отыр ғой. Необходимо продумать. Үкімет соны қарасып, халықтың жағдайын ойлау керек қой. Бәрі бет-бетімен кеткен. Бүгінде Атырау облысында үкіметтен 88 ауру түрі бойынша 46 мыңнан аса науқасқа ақысыз препарат берілді. Ал әзірге дәрі-дәрмек құнының бағасы бүгін ертең түспейтін сыңайлы. Ал ақтаулықтар климаттың ерекшелігіне байланысты қан қысымымен көп ауырады. Сондықтан дәріханаға келген сатып алушылар қан қысымына арналған дәрі-дәрмектің бағасы аспандап бара жатқанын айтады. Мұндай аурумен емханада тіркеуде тұрсақ та препараттар жетіспейді. Сондықтан сатып алуға мәжбүрміз дейді. Ал дәл осы Ақтау қаласында өте сирек кездесетін жұқпалы ауруларға дәрі табу өте қиын. Болса да бағасы тым қымбат. Сол себепті ауырып ем іздеген халықты Алматы мен Нұр-Сұлтаннан тапсырыспен алдырудан басқа амал жоқ. Махаббат Нұржанқызы, Азамат Қабетов, Жұлдыз Тілеухан, Информбюро.
Елімізде бала 1 жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақыны төлеу уақыты ұзарады. Бұған дейін 1 жыл төленіп келген жәрдемақыны тағы 5 айға ұзарту туралы ұсыныс талқыланып жатыр. Бұл өзгеріс қазір әзірленіп жатқан арнайы кодекске енгізілмек. Айта кетейік, қазір елімізде 1 жасқа дейінгі бала күтіміне арналған төлемнің орташа мөлшері 41 мың теңге. Сондай-ақ былтыр бала күтіміне байланысты тағайындалған 385 мың жәрдемақының 3 мыңнан астамын декреттік демалыстағы ер адамдар алған екен. Биыл асыраушысымен еңбек ету қабілетінен айырылғандарға берілетін жәрдемақы 9%-ға өскен. Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 5%-ға, ал 1 сәуірден тағы 4%-ға көбейген. Бүгінде елімізде асыраушысынан айырылған 57 мыңнан аса отбасы әлеуметтік төлем алып отыр. Сондай-ақ бір жылда кемінде 7 мыңға жуық жаңа жәрдемақы тағайындалады екен. Және бұл төлем бала 18-ге толғанда автоматты түрде тоқтатылады. Былтыр асыраушысынан айырылғандарға берілген жәрдемақыға 27 миллиард теңге бөлінсе, биыл 6 айда 18 миллиард теңге жұмсалыпты. Әкесі қайтыс болса, онда анасына тағайындалады. Анасы қанша бала қалды? 4 бала қалса, біз 4 балаға жаңағы белгіленген коэффициенттерді қолданамыз. 3 бала қалса, 3 балаға белгіленген коэффициент. Сонда жаңағы асырауында қалған біз тек бір отбасыға тағайындаймыз. Оның ішінде қанша бала екені, ол тек коэффициенттерге ғана әсер етеді біз үшін. Бұдан былай Қазақстанның ақпарат министрлігі шетелдік сайттар мен онлайн платформалардың жұмысын шектей алады. Сонымен қатар өзге елдердің мессенджерін қанша адам қолданғаны туралы ақпарат алу құқығына ие болды. Ал шетелдік сайт иелері біздің ақпарат министрлігіне қанша қолданушының кіріп шыққаны туралы мәліметті беріп отыру керек. Егер олай болмаған жағдайда аталған ведомство өз ресурстары арқылы анықтап әлгі сайттың немесе онлайн платформаның жұмысын шектейді. Әріптесім Өмір Серікбекұлы толығырақ. Ақпарат министрлігінің өкілеттігіне өзгеріс енгізетін қаулыға 22 шілде күні үкімет басшысы қол қойған. Енгізілген түзетулерге сай ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жаңа өкілеттіктер алады. Оның ішінде мессенджерлер мен әлеуметтік желілерді бұғаттау бар. Яғни шетелдік сайттар мен онлайн платформа иелері бір тәулікте қанша желі қолданушысы кіргені туралы ақпаратты министрлікке беріп отыруы керек. Мұндай деректерді жинайтын арнайы бағдарлама орнату қажет екен. Егер одан бас тартса, сайтқа ведомство өздігінен кіріп, керек ақпаратты ала алады. Заңгер Ғабит Өмірбектің айтуынша, бұндай мәліметтер тек белгілі бір сайтқа болмаса онлайн платформаның үстінен қылмыстық іс қозғалғанда ғана алынуы керек екен. Белгілі бір жаңа компанияға немесе белгілі бір әлеуметтік желінің үстіне қылмыстық іс тіркелетін болса, сол қылмыстық іс жүргізу барысында бүкіл ақпараттарға алып қол жеткізуге болады. Менің жеке пікірім енді бұндай заңнаманы олар өзінің жаңағы қауіпсіздігі үшін, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін ойластырып жатыр. Екіншіден, салықты тексеру үшін. Ал заңгер Айыпхан Мұхамадиев ақпарат министрлігіне мұндай өкілеттіктің берілгені дұрыс деген пікірде. Себебі Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды отандастарымыз өзіміздің сайттан емес, шетелдік ақпарат көздерінен іздейді. Сондықтан мұндай шешім мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге септеседі дейді заңгер. Бұл жалпы саяси науқанға дайындық. Өйткені біздің информациялық ақпараттық кеңістікте кез келген мемлекеттің ақпаратты толық басымдылықпен жүріп жатыр. Сондықтан мемлекет әрине бұны сараптама жасап, қорғап отыру тиіс, және ол оны міндеті. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі өкілеттігінің артқаны туралы ақпаратты таратуға асықпады. Ведомство берген жазбаша жауапта шетелдік сайттарды бұғаттаудан бөлек тағы бірнеше өкілеттіктің артқаны жазылған. Министрлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ел аумағында шетелдік онлайн платформаның немесе жедел хабар алмасу қызметіне шектеу қоя алады. Сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдардың терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау жөніндегі қызметіне мониторинг жүргізеді. Шетелдік онлайн платформалар мен жедел хабар алмасу қызметтерінің заңды өкілдерінің тізілімін жүргізе алады. Айта кетейін, сіз бен біз жиі қолданатын әлеуметтік желілер мен сайттарда қолданушылары туралы ақпаратты министрлікке ұсынып отыруы керек. Олай болмаған жағдайда миллиондаған оқырманы бар платформалар бір-ақ күнде бұғатталып қалады. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр Сұлтан.
Мемлекет 50% төлеп беретін жалдамалы пәтерлердің 1 шаршы метр құны белгіленді. Яғни Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында 2759 теңге, Шымкент бойынша 2142 теңгені құрайды. Сәуірде ғана бастау алған бағдарламаға сәйкес бұл мүмкіндікті көп балалы отбасылар мен жетімдер санатындағы азаматтар пайдаланылады. Әзірге ең көп өтініш Түркістан облысынан келіп түскен. Әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы отбасылар мен жетімдер санатындағы азаматтарға мемлекет субсидиясы есебінен тең жартысы төленетін жалдамалы пәтер беру науқанының басталғанына тура 3 ай. Бүгінде арендалық пәтердің шаршы метрінің құны белгіленді. Сондай-ақ баспанада тұратын әр адам басына қанша шаршы метр тиесілі екендігі анықталды. 40 шаршы метр пәтерді жалдап тұра алады. 4-5 адам аралығында болса отбасында адам саны онда 60 шаршы метр және 6 адамнан асатын болса 80 шаршы метр пәтердің жалдап тұруға мүмкіндіктері бар. Енді орташа есеппен максималды жаңағы 80 шаршы метр пәтердің құны 220 мың теңгеден аспауы қажет. Сонда 220 мың теңгенің 50%, 110 мың теңге жалға алушының қолында болуы қажет. Егер бұл сомадан асып кетсе, артық қаражатты жалдап жатқан адам өз қалтасынан қосады. Қазынадан 50 миллиард теңге бөлінген бұл бағдарламаның қанша уақыт жұмыс істейтіні белгісіз. Десе де тәуелсіз сарапшылар халықты тұрғын үймен қамту мәселесін шешуде бұл тетіктің әлсіз екендігін айтады. Онсыз да ұлттық қорға салмақ түскен ауыр шақта бағдарлама өміршең болмауы мүмкін. Бұл енді былай қарағанда жүйелік проблеманы шешпейді әрине. Бұл қазіргі адамдардың жаңағы басына түскен қиындыққа көмектесу ғана мүмкіндік беретін. Сондықтан енді тұрақты болмау керек. Бұл белгілі бір экономикамыз өз жөнге келтіріп, халықтың осы артқанға дейінгі белгілі бір шара, уақытша бір шара, 2 жылдық уақытша шара деп қабылдау керек. Енді басты проблеманы шешу ол халықтың табысын арттыру. Бұл негізгі жүйелік системалық проблема. Және осы проблемамен бірінші айналысу керек. Ал қазір әрине уақытша енді мемлекет азаматтарға көмегін созып жатыр. Ай сайын арендалық пәтерді төлейтін ақы баспананы жалдаушының шотына келіп тұрады. Өзінің 50%-ін қосып пәтер иесіне аударады. Дәл қазір бұл жүйенің шарапатын 77 отбасы көруді. Айта кетейік, арендалық пәтерді алу үшін өтініш берушінің соңғы 6 айдағы күнкөріс деңгейі қаралады. Мемлекеттен алынатын жәрдемақы мен әлеуметтік төлемақы есептеледі. Қазір осы тармақты алып тастау ұсынысын жоғары мінбердегілер қарау үстінде. Айжан Шамшидин, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан. Тікелей эфирде Информбюро. Алматыда жол ережесін бұзатын самокат пен мопед жүргізушілері көбейген. Самокат пен скутер тізгіндеген жеткіншектердің қатысуымен болған жол көлік оқиғаларының да саны артып, жыл басынан бері 23 бала жарақат алған. Аталмыш қозғалыс құралдарын басқарғандар қандай ережені жиі бұзады, оларға қандай тыйымдар бар? Толығырақ келесі материалда. Алматы жолдарында самокаттар мен мопед мінгендердің жолда ережеге сай жүруі назарға алынды. Қалалық полиция департаментінің дерегіне сәйкес бір күнде жол ережесін бұзған 40-тан астам дерек анықталған. Жол ережесін бұзғандармен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Полицейлердің айтуынша көбі ережені білмейді. Велосипедпен самокат тізгіндегендер веложолақпен жүруі керек. Егер арнайы жол болмаса, көлік жолының оң жақ жиегімен жүргені ережеге сай. Алайда олар жаяу жүргіншілер жолағынан өткенде самокатынан түсіп, жаяу өтуі тиіс. Алматыда жыл басынан бері электросамокаттар мен мопедтердің қатысуымен 77 жол оқиғасы болған. Соның салдарынан 81 адам жарақат алып, 1 адам өлімі тіркелген. Қалалық полиция департаменті мәліметіне сүйенсек, балалардың қатысуымен болған апат саны 21, онда 23 балаға зиян келген. Запрещается самокат, мопед, велосипед жүргізгендерге құралды бір қолмен болсын басқаруға тыйым салынады. Адам тасымалдауға ені қозғалыс құралынан 50 сантиметрден асатын жүк тасуға болмайды. Полицейлердің айтуынша, жол жүру ережесін бұзғандар айыппұлдан сескенбейді. Себебі көбі мопедті жалға алатындар, ал самокатқа тіпті жүргізуші куәлігі қажет емес. Жол жүру ережесіне сәйкес мопедті 16 жасқа толғандар ғана басқара алады. Азамат Қабетов, Владислав Шишко, Информбюро, Алматы. Қазақстандық студенттер бұдан былай дипломды ғылыми жұмыс қорғамaya қалалады. Яғни, бітіруші түлектер дипломдық жұмыстың орнына өзінің жүзеге асырылып жатқан жеке жобасын немесе ойлап тапқан туындысын ұсынуына болады. Ғылым және жоғары білім министрлігі мемлекеттік стандарттарға осындай өзгеріс енгізді. Жаңа өзгерістерге сәйкес университет енді түлектерге еңбек нарығында сұранысқа ие болатын қажеттіліктерді ескере отырып, барлық жалпы білім беретін пәндердің мазмұнын толық немесе ішінара өзгерте алады.
Ал магистранттар мен докторанттар оқу траекториясын өздері таңдайды, сондай-ақ шетелдік тағылымдамадан өтуге болатын ұйымдарға қойылатын талаптарда қайта қаралды. Ендігіде магистранттар мен докторанттар жетекші ғылыми орталықтардан тәжірибеден өтеді. Үндістандағы 44-ші шахмат олимпиадасының ашылуына қазақстандық делегация байрақсыз барды. Бұл туралы шахматтан әлем чемпионы Бибісара Асаубаеваның анасы Лиана Таңжарықова әлеуметтік желідегі парақшасына жазған. Ол мұндай маңызды шарада еліміздің туды ұмытып кетуін қателік деген. Лиана Таңжарықова шахмат федерация басшылығының ұлттық құрамаға мемлекеттік туды бермеуі бүкіл Қазақстан халқына құрмет көрсетпегенімен тең дейді. Ал Қазақстан шахмат федерациясының өкілдері олимпиаданың ашылу салтанаты кезінде еліміздің делегациясына тудың қажет болатын ұйымдастырушылар ескертпегенін айтады. Оның үстіне бұған дейінгі олимпиадаларда қазақстандық спортшылар мұндай шеруге қатысып көрмеген екен. Әрі салтанатты шарада тек қазақстандық делегация емес, қатысушы елдердің жартысынан көбі мемлекеттік туды ұстап шықпады деп ақталды. Алматыда Қазақстанның үздік тауары өңірлік көрме байқауы басталды. Оған 100-ге жуық алматылық компания қатысып жатыр. 3 күнге жалғасатын ауқымды шарада қала тұрғындары мен қонақтары жергілікті кәсіпорындардың өнімдерін қол жетімді бағамен сатып алады. Көрмеге Алматының үздік деген азық-түлік, фармацевтика, машина жасау, жеңіл өнеркәсіп және құрылыс индустриясының 80 тауар өндірушісі қатысып жатыр. Солардың бірі 7 жылдан бері ұлттық киім тігетін цех иесі Алтын Сейілхан. Кәсіпкер бұл байқауға актерлер мен махаббат хикаясын түсіретін жұптар арасында сұранысқа ие батырдың костюмын шығарыпты. Біз сияқты кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндік береді. Өзіміздің жұмыстарымызды, қол өнерімізді жариялауға, жарнама жасауға. Өңірлік көрме байқау өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар, халыққа арналған үздік тауарлар, үздік азық-түлік тауарлары деген 3 номинация бойынша өтеді. Әр номинацияда 3 жеңімпаздан анықталады. Үздіктерді арнайы комиссия іріктейді. Үздік тауарды бірнеше талап бойынша таңдаймыз. Тауар өндіруші қазақстандық болуы және оның өнімі халықаралық нарыққа шығуы тиіс. Бастысы тұтынушылардың сұранысына ие болуы шарт. Бүгін таңда Қазақстанның тауарлары көптеген елдерге экспортқа шығарылып жатыр. Және біздің де өзіміздің күнделікті тұтынуымызда да бар. Сондықтан осы қазақстандық үздік тауарларды көрсетіп, оның беделін көтеру ол біздің ең басты мақсат. 3 күнге жалғасатын өңірлік көрме байқауын тамашалаймын деген әр тұрғынға есік ашық. Бұл жерде тұтынушылар отандық кәсіпорындар шығарған тауарлармен танысып қана қоймай, оларды тиімді бағада сатып алу мүмкіндігіне ие болады. Ал 3 номинация бойынша топ жарған 9 жеңімпаз республикалық байқауға қатысады. Елордадағы көрмеде жеңіске жеткен компания сапа белгісін жарнамалық мақсатта 4 жыл қолдана алады. Алтын сапа сыйлығының лауреаттарын ел президенті марапаттайды. Айдана Мейрамбайқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Түркістан облысында биыл ауыл шаруашылық өнімдері бітік шықты. Былтырғы қуаңшылықтан қуарып қалған ауыл жұрты биыл еткен еңбек зая кетпеді деп шүкіршілік етеді. Гектарлап жер игерген алып қожалықтардан бөлек шағын ғана алқабын айналдырған диқандар да қазірдің өзінде толағай табысқа жетіп отыр. Жаңқалықтар отбасы 2016 жылдан бері Дихангөл ауылының маңындағы 5 гектар жерді талмай игеріп келеді. Тау бөктеріндегі алқапқа 25 мың түп таңқурай мен бүлдірген еккен. Биыл жаңбырлы көктем көп өнім алуға әсер етіпті. Ендігі міндет аптап ыстықта бүлдірген мен таңқурайды бүлдірмей, жедел түрде жинап алу керек. Енді биыл уже былтырғы деңгейден уже қазірдің өзінде өтіп жатырмыз. Мына ежевикамыз бүлдірген уже 3 тоннаға жақындап қалды, Құдай қаласа. Малина бізде таңқурай өте ерте басталды биыл. Ол да 2 тоннаға жақындап қалды. Биыл Құдай қаласа енді жаңағыдай үлкен табысқа жетеміз ба деп отырмыз. Күн астында тез пісіп, тез бүлінетін өнімді жинап алуға көршілерінде жұмылдырыпты. Шаруа отбасы олардың еңбегіне ақысын да береді. Жаз аяғында 2-ші терімді аяқтаған соң егістік алқабын күтіп баптауға кіріседі екен. Ол үшін қолда бар қос техникасы да дайын. Шөп орамыз жаңағыдай жерді қопсытамыз. Ал егер енді көктемнің кезінде, жер жұмсақ кезінде тракторды қолданамыз. Омен де жерді жаңағыдай қопсытып
арам шөптерінен, зиянкестерден құтылып отырамыз. 5 гектар алқаптағы таңқурай мен бүлдіргеннің бітік шығуына тамшылатып суару әдісін қолдану көп сеп болды дейді шаруалар. Қазір егістік басынан күнделікті шығатын ондаған жәшік өнім тікелей сауда нүктелеріне таратылады. Келісі 1,5 мың теңгеден. Қыстың күні тұмауға таптырмас ем болатын дәрумені көп өнімді егістік басынан келілеп емес шелектеп алып кететіндер де жетерлік. Осылайша ерте көктемнен бері білек сыбанып бел жазбай бейнет қылған шаруалар биылғы еңбегіміз берекелі болғалы тұр деп мәз. Мақсат Жақсыбайлы, Информбюро, Түркістан облысы. Қызылорда облысында биыл мал шаруашылығын субсидиялауға республикадан 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Мемлекеттің қолдауымен қарастырылған қаржы қазір уақытымен игеріліп жатыр дейді жауапты мамандар. Сонымен қатар жем-шөп бағасы да былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе арзандаған деп отыр. Сондықтан жергілікті бюджеттің мүмкіндігіне қарай мал азығына берілетін субсидия қарастырылмаған екен. Бұған дейін облыстың шаруалары 4 түліктің азығына бөлінетін субсидия биыл төленбейтін болды деп шағымданған. Ал ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы бұл мәселе соңғы жылдары облыстық бюджет көлемінің аздығына байланысты туындағанын жасырмайды. Соған қарамастан былтыр малдың жем-шөбіне берілуі тиіс субсидияның 50%-ын резервтегі бюджеттен бөлуге тура келді дейді. Айтуынша бұған Арал ауданында қуаңшылық себеп болған. Ал биыл жайылымдардың шөбі шүйгін, оның үстіне жем-шөп бағасы да біршама төмендеді деп отыр. Қазіргі таңда енді ол престің бағасы шаруашылықтың басында поледен алатын болса 350-450-дің аралығында, жалпы апарып беріп не алатын болса 700 теңгеден аспайды. Алайда биыл мал шаруашылығын дамытуға республикалық бюджеттен бөлінген субсидия игеріліп жатыр. Сондай-ақ басқарма басшысы соңғы жылдары өңірде мал басының көбейгені байқалады дейді. Мемлекеттік қолдаудың арқасында облыста мал шаруашылығы даму қарқыны қалыптасқан. Жыл сайын мал шаруашылығын өндіретін өнім көлемі 2-3% көлемінде артып келеді. Жергілікті бюджет көлемінің кемігені бұдан бөлекте салаларға әсер еткен. Мәселен, қазір спорт үйірмелеріне, мектеп мұғалімдеріне, балабақшаларға 100 миллиард теңгедей қаражат облыс қазынасынан төленуі тиіс. Ал егер осы жағдай оңтайланса, 4 түлік азығын қайта субсидиялап, мал шаруашылығына қолдау көрсету жоспарда бар дейді басқарма басшысы. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы. Жұма күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Біз өзіңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.